Барыңыз сәлем достар, сіздермен бірге Мирас. Менде қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз прессті дамытатын жаттығуларды айтатын боламыз және істейтін боламыз. Онда біз бастаймыз. Бастамас мұны лайк баспаймыздар, подписка деген қызыл кнопканы басып кетейік. Давай достар, 100 подписчикке тез жеткізіп тастайық. Онда біз бастаймыз. Достар, бірінші жаттығу бізде үсті қолымызды қоямыз, екі аяғымызды үстіп артқа жібереміз да, белімізді қоямыз, үстіп істейміз. Осылай 10 рет істейсіздер. Ал екінші жаттығу бізде келесі қаратып істейсіздер. Дәл осылай, бірақ андай қаратып істейсіздер. Деп 10 рет істейтін боласыздар. Ал онда біз екінші жаттығуға кеттік. Бізде екінші жаттығу дәл үстіп 20 секунд тұратын боламыз. Деп тұратын болам 20 секунд. Ал онда біз үшінші жаттығуға көшеміз. Үшінші жаттығу дәл үстіп жатасыздар. Бейт қойып қолыңызды созасыздар. Бір аяқ бейт қоясыздар да нағып түсіресіздер. Мұны үстіп кезектен істей бересіздер. Үстіп 10 рет істесеңіздер, пресс дамиды. Онда біз төртінші жаттығуға кеттік. Төртінші жаттығу бізде дәл үстіп жатасыздар, соның кейін екі аяғыңызды бүйтіп көтересіздер. Дәл үстіп 20 рет көтересіздер, сол кезде пресс дамиды. Қиын болып кетсе 10 рет көтеруге де болады. Ал онда біз соңғы 5-ші жаттығуға кеттік. Ал соңғы 5-ші жаттығу дәл үстіп 30 секунд тұрасыздар. Содан кейін прессіміз дамитын болады. Күніге үстіп істеп жүрсеңіздер, 5 жаттығуды обязательно прессіміз шығатын болады. Онда біздің видеомыз аяқталады. Бәріңізге давайте!